Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қараша мен алдағы қыстың ауа райы болжамы жарияланды. Алдағы қыста Қазақстан аумағы бойынша температуралық фон негізінен климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтілуде. Қараша айында жылы және аязды күндердің жиі өзгеруі күтіледі. Жауын-шашын екпінді жел бір ай ішінде болжанады деп хабарлайды Қазгидромет. Солтүстік өңірлерде жекеленген күндері жаяу бұрқасын болуы мүмкін. Қазақстан аумағы бойынша көктайғақ құбылыстары мен тұман болуы мүмкін. Республиканың солтүстік жартысында, шығысында және орталығында қыс мезгілінде аязды ауа райы айдың екінші жартысында болжанады. Ең суық күндері суық ауа массалары енуіне байланысты ауа температурасы төмендейді. Қазақстанның солтүстігінде түнгі уақытта -20-27 градус, күндіз -8-13 градусқа дейін. Елдің оңтүстік жартысында және оңтүстік батысында түнде 3-12, күндіз 1-5-ге дейін төмендейді. Иран мен жерорта теңізі аудандарының жылы ауа массаларының шығарылуына байланысты ауа райы жылынады. Видеомыз кеңінен тарап, барша хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен.